Ассалаумағалейкум достар. Бәйге атты қалай бағып басқару керек, қалай баптау керек? Білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл видеода толыққанды ақпарат айтылады. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қазақ тілді YouTube арнаны қолдауды ұмытпаңыз. Бәйге атын баптауға келсек, мұның өзі де бір үлкен қарапайым қолданылмалы ғылым саналады. Кейбіреудің аты өлшемге толғанмен бабы келіспейді. Кейбіреудің бабы келіскенмен аты келіспейді. Аттың бабын білмеу, жүйрік аттың бағын қайтару. Сол үшін бәйге атын таңдайда, баптайда білу керек. Ең алдымен атбегілер өзінің сынына толған аттарды тауып алады, немесе құлынынан бастап бағады. Оны құнан, дөнен кезінде қолын түсірмей, қанжылық қылып қанын бұзбай, қызылмай қылмай, ақжілік етіп баптайды. Құнанында аздап жаратып, құнан бәйгеге қосады. Оны қолтығын жазу деп атайды. Дөнен шыққанда піштіріп толық жетілдіреді. Ол жылы қандыбұт делінеді. Қыстау сонысына ертерек кіргізіп, суыққа ұрындырмай, қыстай семіз бағып, сұлымен жемдеп, сүйегін түзеп, сұлуландырып жетілдіреді. Бестісінде баптап, сүйегін жасытып, бетін қайтармай, тебінін үзбей, шағын қара жарыс бәйгелерге қосып тұрады. Өте үлкен аламан бәйгелерге қосып, жүрегін қайтарып, тебінін басуға болмайды. Қазақтың бестінің бетін қайтарма дейтіні осыдан қалған. Сол үшін жөн ғана жер танытып, тебінін жаздырып алған жөн. Онан соң ертерек жайлауға шығарып, тойындырып, қыстау сонысына ерте кіргізіп, буындарын суыққа алғызбай, аязға сорғызбай қолға алады. Ал бәйгеге қосып жүрген жүйріктерді қыста қарға тебінге қоя береді. Қар тептіріп әрекеттендіру арқылы аяқ қолындағы зорықты қарға сорғызып, жеңілдетіп барып қолға ұстап бағады. Көктемде көк тістетпей, қушөппен, ақ сұлымен бағады. Егер көкке тойса, еті ісініп, көкке көбеңсіп, шымыр еті босап, бос көбікке айналады. Сұлы атты қазыландырмайды. Аттың етін сыртына тептіріп, сүйегін дүзеп, тебінін күшейтеді. Мұндай баптаған атты қутезек деп атайды. Бәйге аттың еті ояз болса, бір ай жайлау сонысына жайылтып, қайта ұстайды. Семіз аттарды баптағанда қызылмай, қанжылық, албарынды және топ қазы етіп алмай, бірте-бірте ояз етіне келтірген жөн. Алғашында атты біраз мініп келіп байлап қояды. Кеште қағыр, таза жерге қысқа арқамен арқандайды. Жайылту уақыты күніне 7-де 8 сағат болады. Күндіз ыстыққа көп қақтырмай, көлеңкелі жерге байлаған жөн. Суарғанда судың тұнығынан, бастау көздерінен күніне таңертең кеш 2 уақ суарады. Мұнда ат су ішіп бірінші рет басын көтерген кезде суаруды тоқтату керек. Көкқарын қылып суара беруге болмайды. Аттың қанында бұзылу бар деп күмәнданғанда ағыннан жұмыртқадай қамыр илеп, бір шелек суға езіп, сірнесін алып тастап, ұн суын ішкізеді. Міне бұл бәйгенің қанын дүзеу делінеді. Бәйге атына бие саумалын берсе тіпті де жақсы болады. Бәйге атын 2 күнде бір рет сабындап, шөткілеп жуып тұру керек. Ат жеңілдеп сергіп тұрады. Осылай бапталған ат 15-те 20 күн болғанда 10 шақырым жерге желдіртіп, теке шоқырақтатып келіп таң асырады. Бұны көбіктерін шығару дейді. Содан 3 күн өткеннен кейін және бір рет терін алады. Бұл ашты терін шығару деп аталады. Жақсылап таң асырады. Таң асқан ат денесі жеңілдеп сергек болады. Содан 3 күн өткен соң тағы бір рет терін алады. Бұл тұнық терін алу делінеді. Осы терді татып көрсе, ащы дәм болмайды. Міне бұл аттың дәл бабына келген кезі. Осындай тері алу барысында атты өте артықша қинап, бойын алдырып, етін аударып алудан сақтанған жөн. Дегенмен аттың физиологиялық ерекшелігі де ат баптауға қатысты болады. Яғни ақ етті, қара етті, күйлі, күйсіз, тез терлейтін, тез терлемейтін ерекшеліктеріне қарай баптау аса маңызды болады. Кейбір аттар тершең болады, оңай басылмайды. Кейбір аттардан тер шықпайтын болады. Кейбір аттар семіз күйінде шабады. Ал кейбір ат еті неғұрлым ояз болса, сол ғұрлым жақсы шабады. Бұл жылқының қанына біткен бір ерекшелік. Сол үшін ат иесі өз атының қандай күйде шабатынын анық біліп, сол бойынша баптау алып бару керек. Бәйге ат нақ бабына келгенде елеңдеп, тықыршып, алысқа қараң-құранға көз тігіп саңлақтанып тұрады. Ауық-ауық есінейді. Дүбір естілсе, тезектеп тынышсызданады. Тезегі жерге жарылмай түседі. Сідігі шашырамай дүзу шығады. Әрі тұнық болады. Сауырын алақанмен қақса торсылдаған дыбыс шығады.
жүні тал-тал болып жылтырап, қылаң ұрып тұрады. Мініп жүрсеңіз, артқы екі аяғының ұшымен ғана жүріп, өкшесі толық жерге тимейді. Лепіріп ала жөнеліп тұрады. Осындай бапталған атты бәйгеге бір күн қалғанда, кең жайылыстағы жылқының ішіне қоя беріп, алыстан бақылап байқап жүреді. Байлаудан әбден іші пысып зеріккен ат алағызып онша жайылмайды. Жылқының іңірігі және таңғы жусауында таза жерде ұйықтап, ұйқысын қандырады. Таңғы жусаудан өре бергенде ұстап, суарып, біраз шалдырып байлап қойып, бәйгеге апарып қосуыңызға болады. Бұдан сырт, бәйге жақындап мүмкіндік болмай қалып, аттың қазысы арылмай қалса, аттың терілігін суық суға шылап, бауырына 2-3 рет тартып, қазысын сорғызтып тастайды. Аттың тұяғына ерекше көңіл бөліп, жайшылықта жеңіл тағамен тағалап отырады. Бірақ бәйгеге қосар кезде тағасын алып тастаған жөн. Бәйге атын ауыр жұмысқа салмай, жақсы күтіп, бабында бағып, ыстық суығын теңшеп тұру керек. Сақтық вакцина салғызу, жылына 2 рет құрсыздандыру сияқты жұмыстарды өз уағында істеп отыру керек. Бәйгеге шауып келген атты бәйге тарағанша арлы-берлі жетелеп, аяғына қан үйіп қалуынан сақтану керек. Сонымен бірге толық демалдырып, үйір аттарына қосып, бос қоя беріп, терін әбден құрғату тиіс. Бұл айтылғандар мықты атбегілер мен мықты сыншылардан теріп жинақталған халықтың өз өнерлері. Бұдан басқа да саналуан білгір сыншылар мен атбегілерде де бар. Олардың айтар бағасы болса, кішіпейілдікпен қарсы аламыз. Сіздер де өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіп, құнды ақпараттарымызды қолдап қоюды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.